Біріншіден, Оралға қош келдіңіз. Жалпы қалай Орал ұнап жатыр ма сізге? Жалпы қош көрдік. Шын айтқанда, біздің енді өзімнің жеке бірінші сапарым Батыс Қазақстан облысына, сондықтан да өте қуаныштымын. Орал қалай қарсы алды жалпы? Бізде енді ауа райы сізге деп жылыды. Сол жылдай қарсы алып отыр. Қалай өзіңізге жалпы? Рахмет, керемет. Неге десеңдер, күні кеше ғана келдім. Астанада бізде қазір -2 градус болды, қар жауа бастады қазан айында. Сондықтан да осында келіп, кәдімгідей ауа райы керемет, жылы. Сондықтан да адамдарды жылы деп есептеймін өзім. Қонақжайлы. Жақсылап жылып демалып қалдым дейсіз ғой. Иә, енді бірден сұрақтарға көшейік жалпы. Біздің көрермендерді қызықтыратын ол біріншіден балалығыңыз. Балалығыңыз қалай өтті? Студенттік кезіңіз, жалпы жастық шағыңыз қалай өтті? Қандай оқушы болдыңыз, қандай студент болдыңыз? Сол туралы айтып берсеңіз. Жақсы, қысқаша айтып берейін онда. Жалпы Павлодар облысына дүниеге келгем. Әжемнің ерке баласы болдым, шын айтқанда немересі болдым. Ең жақсы көретін немерелердің бірі. Ауылда өстік, Айнакөл деген ауыл бар. Ақсу қаласында, Павлодар облысының Ақсу қаласында дүниеге келдім. Сол мектепке дейін ауылда тұрдық. Одан кейін Павлодар қаласына мектепке бардым. Дарынды балаларға арналған номер 3 гимназияны бітірдім. Одан кейін 2008 жылы осы грант иегері болып, елбасы негізін қалған Еуразия ұлттық университетінің студенті болып атандым. Жалпы филология факультетінде оқыдым. Аудармашысыз? Иә, жалпы аудармашы мамандығы бойынша. Одан кейін 2 жылдай магистратурада оқыдым, халықаралық қатынастар бойынша. Мәскеуде де оқыдым. МГИМО университетінде тұрып, 1 жылдай тұрып оқып, магистр диссертация қорғап, одан кейін қайтан Астанаға келіп, докторантураны бітіріп келдім. 3 жыл PhD докторантура оқып, қазіргі күні енді PhD доктормын деп есептеуге болады енді. Иә, айтпақшы құттықтаймыз. Біз енді бірінші рет кездесіп жатқасын, жалпы сіз туралы өте қызықты мағлұматтарды қопарып та қарадық, қызықты сәттерде қарап жатырмыз. Енді ол жайлы естіп жатырмыз. Енді жастық шағыңызда, студенттік кезіңізде жатақханада жаттыңыз ба? Иә, шын айтқанда міне 2008-де келдім. Әкем екеуміз келдік Астанаға. Сол пойызбен келдік, 1-2 чемодан қолымызда. Сол 2-3 күннің ішінде шын айтқанда Еуразия ұлттық университетінің 5-ші жатақханадан орын алдым. Сонда Жұмабаев көшесі 14/1 деген әлі есімде. Әрине 5-ші жатақхана 6-шы этаждағы 619 бөлме. Сол бөлмеде шын айтқанда 3 бала жаттық. Бір Өскеменнің жігіті, Олжас деген досым қазір. Және де Ақтөбенің жігіті, Жасұлан деген жігіт. Үшеуміз дос болдық. Бір бөлмеде тұрып, қазір кәдімгідей студенттік кездің достар ерекше ыстық дейді ғой. Әлі күнге дейін жақын араласамыз. Сол жалпы жатақханада енді қызықтың көбі жатақханада болады ғой. Әрине. Сол қандай өзіңіздің жатақхана деген кезде есіңізге түсетін бір қызық қандай сәт қазір алдыңызға келіп тұр? Ой, бізде енді шын айтқанда жатақхананың арқасында, шын айтқанда Қазақстанның барлық аймақтарында бір жан жолдасымыз болса, бір танысымыз бар. Неге десеңіздер, біздің жатақханамызда 1,5 мың адам тұрды. Бұл енді негізі бір бөлмеге, бір бөлмеде 2 адам тұру керек. Бірақ біз 2008-де 3 адам тұрдық, 2009-да 4 адам тұрдық, 2012-де 6 адам бір бөлмеде тұрдық. Жоқ, жалпы студенттердің саны көбейіп жатыр да. Сондықтан бір бөлмеде 6 адам тұрдық. Өзім шыны керек 7 жыл жатақханада тұрдым. Осы жатақханада тұрдым, Жасудан жастар атына жұмыс атқардым, Нұр Отан партиясына жұмыс атқардым. Және де білім алып, жатақханада тұрып, қаланың, елорданың ең жас депутат болып атандым. Сол жатақханада тұрып, елорданың депутат болдым. Жатақханадағы депутат дейсіз ғой. Первый в истории. Иә, енді сондай болды. 25 депутат болды, соның арасында мен депутат болып отырып жатақханада тұрдым. Яғни жастар жатақханада жатсаңыздар, жайлап баллотируюден дайындала беріңіздер программаны. Рахмет. Дауыс берушілерім көп болды сонда. Ол жақсы ғой. Әрбір қаладан, әрбір облыстан дейсіз ғой. Енді өте қызықты, жалпы жатақханадағы депутат дегенді бірінші естуім өзім. Енді келесі сұрақ. Елордада дейсіз. Елордада, еще елордада. Енді жайлап сіздің жеке өміріңізге көшейік. Отбасыңыз жайлы айтсаңыз. Енді шын айтқанда әжемде өстім деп айттым жаңа. Әке шешем бар, олар Павлодар қаласында тұрып жатыр. Туған ағам бар, туған бауырым бар. Және де ағам үйленіп, қазір жеңгейім бар да. Сол өзім үйленбеген бойдақпын шын айтқанда. Иә, сол жасыңыз 28-де әлі 28-ге келдік енді. Бірақ енді бір бұйырған күні болар. Өйткені неге десеңіздер, қазір енді отбасы құру, шаңырақ көтеру деген өте өзекті мәселе, өте мен үшін шын айтқанда ол өмірде бір-ақ рет болу керек деп есептеймін. Әсіресе сіздің жұмысыңыздың бағыты бойынша. Иә, әрине. Біз енді қазір осы жылы комитет құрдық, 2-3 ай болды міне. Шын айтқанда жастар ғана емес, жастар және отбасы істерімен айналысатын комитет. Сондықтан да жалпы осы 1-2 жылдың ішінде
отбасы құндылықтарын бір сапалы жаңа деңгейге шығарғымыз келеді. Сондықтан да аймақтармен, әсіресе жас отбасылармен тығыз жұмыс істейміз деген жоспар бар. Енді келесі сұрақ, бағанадан бері байқап отырмын, әлеуметтік желіні белсенді қолданатын секілдісіз. Қаншалықты белсендісіз? Енді шын айтқанда, қанша подписчигіңіз бар? Енді подписчик енді көп емес, бірақ бәрі тірі адамдар, ешқандай фейк, анау жоқ. Накрутка ешқандай ондай жоқ. Міне қазір енді. Қазір 13.400 ба, 13.5 мың подписчик бар Инстаграмда, сол бір 7 мыңдай подписчигім Фейсбукта бар. Бірақ бәрі тірі адамдар. Шын айтқанда, мен өзім 800 адамға достық ұсынысын білдірдім. Бәрін жақсы танимын, бәрін. Енді әсіресе осы аймақтарға келгенде, аудандарға келгенде, жас балалармен, жас көшбасшылармен, жастан әр категориялардың өкілдерімен танысып, олардың аккаунттарын алып, мен көріп жатырмын Астанада, шын айтқанда. Оралда қандай шаралар, не болып жатыр деген сөз, оңтүстікте, солтүстікте, шығыста. Әсіресе мен енді осы Инстаграм парақшасын белсене пайдаланамын. Неге десеңіздер, жалпы біздің жұмысымызды көрсету мақсатында елбасының жолдауы болсын, мемлекеттік бағдарламалар болсын, жастарға түсінікті тілмен жеткізу. Және де қазір комитет қандай жұмыс атқарып жатыр, аймақтағы қандай жастар бар, қандай дарынды жастарымыз бар. Міне мысал ретінде 100 жаңа есім жобасы бар. Керемет дарынды балаларымыз өте көп. Сондықтан оларды елге таныстыру мақсатында. Халық көру керек. Иә, халық көру керек. Сондықтан да біздің де жұмысымызды ашық түрде көрсету білу керек. Мысал ретінде қазір жемқорлық мәселесі өте өзекті ғой. Сондықтан әсіресе жастар өз жұмыстарын ашық түрде, ашық форматта ұйымдастыру керек деп есептеймін. Сондықтан да айтады ғой, жемқорлық ашықтығы қорқады дейді. Сондықтан да жаңа буын сол әлеуметтік желілер белсене пайдаланып, нақты құнды ақпараттарды жіберсе, нұр үстіне нұр болушы еді. Әшейін тек қана реклама емес, самопиар емес, жалпы нақты істерді, нақты ұсыныстарды, әрине практикалық шешімдер болу керек. Енді сіз бана айтып кеттіңіз аймақтарда деп, көбіне қай аймақта боласыз, Қазақстанның қай бөлігінде? Мен енді осы жұмысқа келгеніме 10 ай болды, шын айтқанда. Осы жылға келдім, бірақ Қазақстан жарысына барып келдім. Неге десеңіздер, өзім Павлодар облысының тумасымын ғой, сондықтан оңтүстікке назар аудардым, шын айтқанда. Шымкент қаласына барып келдім, Түркістанға барып келдім, өткен айда міне Жамбыл облысына барып келдім, әрине. Алматы облысына бардым, Қызылордада барып келдім. Енді шын айтқанда міне батысқа бірінші рет келе жатырмын. Негізі Ақтөбеде, Атырауда, Маңғыстауда болдым, бірақ Оралда болмадым. Енді батыс дейсіз ғой. Иә, мен енді бұлай ойладым да, Еуропаға бару үшін Шенген жасау керек. Шенгенсіз тек қана Оралға келу керек дейді. Сондықтан енді Қазақстанның Еуропасына келдік қой. Енді жалпы осы келгеніңізге көп болған жоқ, Оралға келгеніңізге? Аз ғана уақыт, кішкентай. Бір күн ғой? Бір күн, сол айтамын, сол кішкентай бір күн уақыттың ішінде. Енді таңертеңнен бері кездесулер, жастармен кездесу. Енді қаншалықты тығыз жұмыс жасап үлгердіңіз және Орал жастарынан, осы жергілікті жастарымыздан қызықты ұсыныстар болды ма? Болды. Шын айтқанда мен бүгін таңертең күні кеше ғана келдім, түнде. Бүгін таңертең жұмыс басталып кетті. Неге десең, біз енді демалуға келген жоқпыз, жұмыс істеуге келдік. Сондықтан бір күннің ішінде 6 кездесу болды бізде. Мынау негізі 7-ші кездесуіміз енді. Бірақ ең алдымен облыс әкімшілігіне барып келдім. Облыс әкімінің орынбасарымен Ғабидулла Абдуллаевичпен кездестім. Жалпы жастар саясатын талқыладық. Арнайы келесі жылы жас отбасыларға арналған Ақжайық жастар бағдарламасы іске асады. Жаңа бағдарлама жастар жылының аясында өткізіледі деген біраз пікірлестік, пікір алмастық, ұсыныстар, идеяларымызды айттық. Жалпы аймақтағы жастардың қандай нәтижелері бар, шешілмеген мәселелер бар, орталықта талқыланатын мәселелер бар деген сөз. Одан кейін әрине біз енді Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік университетіне барып келдік. Басшылығымен сөйлесіп келдім. Одан кейін 200-ден астам белсенді студенттері келіп, олармен елбасының жолдауын талқыладық, жастар жылын талқыладық, біраз қызықты ойлары болды. Әсіресе экстремизмге байланысты, енді жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында біраз мәселелер талқыланды. Одан кейін ең белсенді белді деген нақты теміржетін жігіттермен кездестім, шын айтқанда қазақтың осы үкіметтік емес ұйымдарының өкілдерімен, жас көшбасшылармен, осы әсіресе Батыс Қазақстан облысының кәсіпкерлерімен, белсенділермен, волонтерлермен кездесіп келдік коворкинг орталығында. Одан кейін енді аудандарға барып келдік, жаңа ауыл жастарымен кездестік. Біраз ой пікірлер білдірді, өте қызықты кездесулер өтті деп ойлаймын. Енді сол сұхбат барысында, әңгіме барысында сізге тастаған бір қызықты ұсыныс бар ма, есіңізде алған? Енді біз жастар керуенін талқыладық, шын айтқанда. Жақсы керемет жоба, ол жалпы ішкі туризмді дамыту мақсатында
жоба іске асырады. Жалпы ұсыныс білдіреміз. Бұл енді Қазақстанның ең белсенді әр аймақтың өкілдері 500-ден астам қатысады. Бір пойызға отырғызып, біздің сакралды орындарымызды, киелі жерлерімізді көрсету мақсатында осындай жастар керуен жобасын іске асырамыз деген ой бар, шын айтқанда. Ол Қазақстан аумағында болады? Иә, Қазақстанда, бүкіл Қазақстанда болады. Сондықтан жаңа Ақжайық жастармен кездескенде олар енді екі қолды көтеріп қолдап жатыр енді Жүсіпбай, және де өздерінің енді біраз ұсыныстар бар. Ол енді әрине біздің дипломмен ауылға бағдарламасы аясында сәл енді көңіл аудару деген сөз, жастар жылының аясында сәл квотаны көтеру деген мәселені көтерді, көбейту. Ол дұрыс ұсыныс деп есептеймін. Неге десеңіздер, көбінесе қазір жастар ауылға бармайды ғой. Бірақ елбасымыз айтты ғой, ауыл ел бесігі деген бағдарлама іске асады. Соның аясында оны біріктіріп, немесе оның қаржылай көмегін өсіріп, жалпы осы бағдарламаны күшейту керек деп есептеймін. Көбірек мотивация беру, көбірек қызықтыру. Жалпы мамандар осы қалаға келіп, білім алып, диплом алып, ауылға барып жұмыс істесе, нұр үстіне нұр болушы еді, шын айтқанда. Неге десеңіздер, жалпы бәрі ауылдан басталады ғой. Қазір статистика сүйенетін болсақ, шын айтқанда 43,15% жалпы Қазақстанның жастары ауылда тұрады екен. Бұл дегеніміз 1 миллион 700 мыңға жуық адамдар ауылда тұрады жастардың арасында. Бірақ жалпы жастардың саны ол бізде 4 миллионға жуық жастарымыз бар. Сондықтан да әрине қалалық және де ауылдық жастар мүмкіндіктері тең емес. Сондықтан да осы жастар жылының аясында біз енді шын айтқанда әрбір ауданда, ауылдарда осындай ұсыныс білдіргіміз келіп отыр да. Ол коворкинг орталықтарын ашу, алаңдарын ашу. Ол енді қолымыздан келетін нәрсе деп есептеймін. Сондықтан да әр енді ауылдың азаматы тек қана жастар емес, жалпы тұрғындары спортпен айналысып, салауатты өмір салтын насихаттау ғана емес, жалпы өздері атсалысып белсене қатысса жақсы болушы еді деп есептейміз өзіміз. Енді резкий поворот. Так. Өнерге жақсысыз ба? Өнер жақсы көремін жалпы. Бірақ өзім шын айтқанда жақын деп айта алмаймын. Бірақ көрермен ретінде, қолдаушы ретінде әр уақытта енді көңіл бөлуге тырысамын. Әу демейтін қазақ жоқ. Өлең айтатыныңыз немесе бір инструментқа жақындығыңыз жоқ па ешқандай? Мен енді тарихты жақсы көремін, шын айтқанда. Және де әрине біраз әндерді, өлеңдерді жатқа білеміз. Қазіргі күннің енді караоке жастармен барып тұрамыз қой, нетворкинг қой ол да. Иә, нетворкинг. Корпоративная культура деген. Әрине барып тұрамыз. Өнерге енді жақынбыз, шын айтқанда. Әндерді білеміз, айтамыз да, Абайды айтамыз, Мұқағалидың әндерін білеміз, өлеңдерін, Мұхтар Шаханов өлеңдерін әлі күнге дейін жатқа білеміз деген сөз. Енді соның жалғасы ретінде заманауи әншілерді тыңдайсыз ба? Әрине. Достарым да көп, шын айтқанда. Солардың ішіне кіммен жақсы етене араласасыз, немесе кімнің әндерін жақсы тыңдайсыз соңғы уақытта? Мен әсіресе қазақ әндерін жақсы көремін, шын айтқанда өзім тыңдаймын. Машинада да жүргенде, жұмыста да жүргенде, шын айтқанда. Қазір енді эстрадада жүрген біраз мықты бүкіл Қазақстан емес, жалпы ТМД мемлекеттерінің азаматтары біледі. Қайрат Нұртас мысалы, өзім жақын досым, жан досым, шын айтқанда, бауырым деп есептеймін. Қазір Ибраим Ескендір де бар, біраз азаматтар бар. Өнерде жүрген, қазір кинода жүрген Асылхан Төлепов бауырым бар деген сөз. Біраз жақсы араласамыз. Бейбіт Қорған досым бар, мысалы ретінде қазір Астанада тұрып жатыр. Өнер жұлдыздары енді шын айтқанда біздің жастар жобаларымызды әрқашанда қолдайды. Мысалы ретінде Орал қаласында 4-ші жыл қайырымдылық грант бал өтуде. Алпамыс деген жігіт, күні кеше ғана өзіміз таныстық. Астанада керемет жеген екен, нағыз жастардың жанашыры. Соның ұсынысы бойынша міне бүкіл жұлдыздар 4 жыл бойы осындай келіп, өнерін тегін көрсетіп жатыр. Ол бір шын айтқанда үлкен жетістік деп есептеймін. Және де өнер жұлдыздарын енді сынамайтын адам жоқ, шын айтқанда, бірақ мен өзім қолдап отырсам. Неге десеңіздер, Қайрат Нұртас мысалы, қарапайым қазақтың жігіті қазір енді доллары миллионер болды. Ешқандай мемлекеттік қызметте, бизнеспен айналыспай, өз өнерімен бүкіл Қазақстанды мойындатқан, бүкіл енді қазақ халқы, қырғыз, орталық Азия мемлекеттері жақсы көреді. Оның концерттері тек қана Қазақстанда емес, Ресейде де, Мәскеуде де бәрінде өтіп тұрады. Турцияда да өткен жолы. Бұл енді керемет біздің де жетістігіміз ғой. Қазақ енді білесіздер ғой, 7 қырлы, 8 қырлы, 1 сырлы дейді ғой. Сондықтан да енді өнер өкілдерін қолдауға әрқашанда тырысамыз. Енді кішкене сәл алшақтау кетейік, жалпы бағанағы айтқан ақыл сөзіңізге жалпы қазақта жігітке жеті өнер аз дейді. Сіздің қандай біз білмейтін хоббиіңіз немесе өнерлеріңіз бар? Мен енді шын айтқанда өзім тарихқа жақын, тарих жақсы көремін. Бала кезімнен сол 7-ші сыныптан бастап көптеген халықаралық деңгейдегі конференцияға қатысып, жалпы қазақ хандығының этногенезін зерттегенмін жалпы.
Сондықтан енді осы күнге дейін біраз мақалаларым шықты. Одан бөлек енді спортқа енді қызығушылығым бар. Неге десеңіздер, өзім 7 жылдай ана дзюдо самбомен айналыстым, бірақ қазіргі күннің өзі таэквондо федерациясының құрметті президентімін. Және де қазір енді жастардың арасында өте танымал, қызығушылығы мол триатлон движениесі бар. Сол триатлон федерациясының, Астана қаласының федерациясы мен президент орынбасарымын. Сондықтан да өзімді таңертең тұрып, кәдімгідей жүгіріп деген сөз келесі жылы енді Құдай қаласа сол да триатлонға немесе бір марафонға қатыссақ, өзіміз сөзбен ғана емес, іспен дәлелдесек керемет болшы деп есептеймін. Яғни қағаз жүзінде емес? Иә, әрине. Сондықтан міне қазір бастадым, шын айтқанда. Өйткені уақыт тығыз, шын айтқанда. Сондықтан енді кешкіде мүмкіндік жоқ. Күні бойы жұмыстамыз, кешкіде достарымыз бар, отбасымыз бар деген сөз, үлкендеріміз бар деген сөз, ата-әжелеріміз бар. Сондықтан да таңертең ерте тұрып жүгіруді бастадық енді. Сондықтан да триатлонды негізі батыста өткізуге болады, если что құлағыңызға алтын сырға. Жақсы. Айронменді өткізейік онда. Біздер құшақ жая қарсы аламыз, өйткені жалпы бізде жастардың арасында марафон, алғашқы қалалық марафон ұйымдастырып жүрген жас кәсіпкерлеріміз де бар. Мысалы, қазір Феста дүкендер желісінің басшысы Асхат бауырымыз мысалға марафон өткізді, ол басшылығымен бірге ұйымдастырып. Мысалы, сондай үлкен шаруа өтіп жатыр. Егер сіз келіп бағанағыдай ауқымды республикалық деңгейдегі шаруа өтетін болса, ол тіпті жақсы нәрсе. Ол өте қуантатын нәрселерім бар. Ол президенттің сенің жаңа қырың жобасы болды, бастамасы. Осы Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгінов шын айтқанда өзі үлгі болып, кәдімгідей турникке барып, ол кәдімгідей жастарға үлгі деп есептеймін. Ол нағыз үгіт насихат жұмысы деп есептеймін. Кері банаға өнер жағына қайтып келейік. Енді бұл соңғы өнер жақсы көреді екен. Соңғы шешу сұрақтардың бірі. Өнер жалпы жақсы көремін, өзім өнерге жақынмын. Дегенмен өз мамандығым архитектор, бірақ жүргізуші боламын, осындай интервью бағытында жұмыс істеймін. Енді бізде қазақ халқы бір бағыттылықты жақсы көреміз ғой, тыныштықты. Жүрегімізде, жалпы айналамыздағы тыныштықта. Осыдан 3 жыл бұрын ел аман, жұрт тыныш болсын. Иә, 3 жыл бұрын өнерге революционерлер болып 91 келді. Иә. 91 туралы өзіңіздің ойыңыз қандай? Провокация болсын кішкене, сондай сұрақ жауабыңыз өзіңізге. 91-ның өнеріне мен шын айтқан қарсы емеспін. Әндері де жақсы, жастарға өте енді жастар жақсы көреді, әсіресе мектеп оқушылар жақсы көреді. Бірақ шын айтқанда бір жеке пікірім, анау жігіттердің енді сахнаға шыққан форматы ретінде. Онда шаш бояу деген, сырға салу деген жігіттері, қазақ жігіттері сай келмейтін нәрселердің бірі деп есептеймін. Мысалы ретінде енді көптеген қазір енді тұлғаларымыз, саясаткерлеріміз, батырларымыз айтады ғой. Қазір кезінде біздің әкелеріміз әскерге барғанда, мысалы ретінде осының әкелеріміз, аталарымыз суреттерін көріп мақтанамыз ғой. О, әкем осында әскерге барған, аталарымыз соғысқа қатысқан деген сөз. Нағыз ерлікті көрсеткен, дәлелдеген деген сөз, абыройлы болған. Бірақ енді қазір жастарымыз осылай боянса, мысалы ретінде сырға салса, ана Eagles идеологиясы дейді да, ертең балаларымызға қандай үлгі көрсетеміз, қандай тәлім-тәрбие береміз деген сөз. Сондықтан жалпы жастардың 91-ның өнеріне мен шын айтқанда қарсы емеспін. Өнері керемет, әндері де жақсы, танымал, жастар да жақсы көреді. Бірақ образ сәл енді қазақ жігіттерінің енді қазақ жігіттері деген көрсетіп тұратын образ болса екен. Ондай болса, нұр үстіне нұр болушы еді шын айтқанда. Қазір Қайрат Нұртас бауырларымыз жүр ғой, Ибрагим Ескендір жүр. Көптеген қазір енді Қуандық Рахым шықты мысалы, көптеген жыл сайын жаңа дарынды талант жастар сахнаға шығып жатыр, танымал болып жатыр. Қазір Бастау тобы бар, Алпамыс бастаған мысалы, Димаш Құдайберген бар, көптеген үлгілі жастарымыз бар. Сол енді жалпы жастарымызды қазақтандыру керек деп есептеймін, сол уақыт келді деп есептеймін. Сондықтан да біз енді елбасының саясатын нақты жүзеге асыру мақсатында жастарымызға, жалпы халқымызға сол бағдарламалар, бастауларды түсінікті тілмен жеткізу керекпіз. Сондықтан да өнер жұлдыздары, жалпы жас көшбасшылар, танымал адамдар бізге енді көмектесіп, бірімізге енді қалай енді бірлесіп осы саясат жүргізу керекпіз деп есептеймін. Өнер мен саясатты бірге. Әрине. Неге десеңіз, бүкіл жастар көреді ғой, қарайды ғой. Қазір 21-ші ғасыр бәрі әлеуметтік желілерде отырады. Бір әр жұлдызымызда бізде миллиондаған подписчиктарымыз бар. Солар арқылы жалпы саясат жүргізу мақсатында емес, жалпы идеология ғой. Жалпы қазақстандық идеология рухани жаңғыруға сәйкес болу керек деп есептеймін. Мемлекет басшысы айтып кетті ғой. Қазір ең алдымен сол енді прагматизм, патриотизм сезімдері болу. Патриот деген болу тек қана туды ұстап жүгіру емес. Шын айтқанда өз жұмысының шебері болу керек, майталманы болу керек.
өз енді отбасы құрып балаларына дұрыс тәлім тәрбие берсең, ол да бір мемлекетімізге, қоғамымызға деген үлкен үлес деп есептеймін. Жалпы әр салада жүрген азаматтар, жалпы жастар ғана емес, өз үлесін қосса, ол нағыз патриотизм. Және елбасы айтып кетті ғой, патриот болу үшін ол Қазақстан өз жүрегінде сақтау деген сөз. Қайда жүрсек те, елдің ішінде жүрсек, шетелде жүрсек, Қазақстан абыройлы азамат болып жүру керек деп есептейміз. Және де енді тарихқа көңіл аударатын болсақ, Абай атамыз айтып кетті ғой, адам бойында 3 қасиет болу керек дейді да. Нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек дейді да. Соның өзінде бәріміз қазір соны болған нәрсені ойға салсақ, кәдімгі рухани жаңғырсақ, біздің еліміздің болашағы жарқын болады деген ешқандай күмәніміз жоқ. Рахмет, өте қызықты және толыққанды сұхбат болды біз үшін. Біздің командамыздың атынан, жалпы Батыс өңірінің жастар атынан үлкен рахмет айтамыз келгеніңізге. Енді алда сізді тағы да біздің бағдарламамызда күтеміз. Осы жолы жаңа жаңалықтармен және жаңа бағдарламалармен. Жақсы, рахмет, шақырыңызға рахмет. Рахмет.